Біз номер 30 гимназия 11 сынып оқушылары ұстаздар күніне арналған челленджді номер 38 мектеп гимназиясынан қабыл алып, номер 40 орта мектепке жолдаймыз. Шашатын ертеңіме жарық партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға. Партадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға. Қайырлы күн, 30 гимназия арнасында жаңалықтар, алдарыңызда 11 сынып оқушылары. Бүгін бізде үлкен жаңалық, ұстаздар қауымының төл мерекесі. Олай болса бүгінгі күн ұстаздар өздеріңізге арналмақ. Ұстаз мәңгілік мамандық. Ол шәкіртінің жүрегінде өшпес із қалдырып, білімнің шамшырағы болады. Мектеп білім ордасы десек, сол орданың жүрегі ұстаз. Бүгінгі таңда біздің мектебіміздің іргесі қаланып, үлкен білім ордасы айналуына біраз ұстаздар атсалысты. Дүкен дайындаған бейнематериалға бірде көз жүгіртейік. Қайырлы күн. Бүгін біз номер 30 гимназияның тарихында елеулі орын қалдырған ұстаз Сағира Бекеновнаның үйіне жеке сұхбаттасу үшін келіп тұрмыз. Ендеше кеттік. Сағира Бекенқызы кәсіби мамандығын толық меңгерген, үлкен жүректі, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары ұстаз. 1986-87 жылдары номер 28 қазақ мектебінде алғашқы қазақ сыныбын ашуға мұрындық болып, бастауыш және география пәнінің мұғалімі әрі басшы ретінде еңбек етті. Оқушы мен әріптестерін тыңдай білетін, дауыс көтермей-ақ көз қарасын жеткізетін, жүзі нұрлы, шынайы педагог. Білім беру ісінің үздігі атағына ие болды. Қазіргі уақытта зейнеткерлік демалыста. Ол ұжымға 39-дің ұжымдарына алды, зейнетке шықты. Одан кейін менің алған кадрларым әрі күнге дейін бар ғой. Сол кезде бастап істеп келе жатқан. Барлықтарына да еңбектері жемісті болсын. Зейнеткерлікке шығып отырсам да мен солардың тілеуін тілеп отырамын ғой. Әрқашанда биіктен көрінсе екен деймін. Елім аман болсын, жұртымыз аман болсын, тіліміз, дініміз аман болсын. Еңбектерін жансын алтындарым. Әлемнің өзгеруіне, ғылымның дамуына да себепкер болатын ұстаз. Өйткені ұстаз қарапайым сабақ беруші ғана емес, ол болашақты қалыптастырушы, әр шәкірттің жүрегіне шырақ жағушы. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның. Бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Табан тілеп төзгенсің қаншауырға, тараптен де кетеді шаршауыңда, балбұл жанған балғын жүз шәудір көздер, тұрғаныңда солардың қоршауында. Атағым алатаудай болып биік, тұрса да төбеміз көкке тиіп, алдыңда әрқашанда тағзым етіп, тұрармын ұстазым деп басым дейіп. Өткізіп өз алдынан талай бала, бойына құйдың ақыл, ой мен сана, сарп етіп сан жылғы еңбегіңді, ақылшы, тәрбиеші болдың ана. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жандығып. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қадірлейік, бас иейік мәңгілік. Қиындықта кезіксе көп асуда, қанша терін төгілді жол ашуға. Сен шәкірттің ұстазы болмайсың тек, сен өмірдің ұстазы боласың да.